Сәлеметсіздер ме оқушылар? IT журналистика оқу курсының сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжау мақсатында сіздердің алдарыңызға бірнеше сауал ұсынбақпын. Бірінші сұрақ: сөз бостандығы дегенді қалай түсінесің? Екінші: журналист өзінің мәтінін кім үшін жазады? Үшінші: оқырман оны басынан аяғына дейін оқығысы келу үшін журналистің мәтіні қандай болуы керек? Жарайсыңдар оқушылар, сіздер бар білгендеріңізді ортаға салдыңыздар. Енді ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Журналист жазған мәтінін, мақаласын оқырмандары мен қарапайым халық үшін жазады. Екінші: сөз бостандығы дегеніміз белгілі бір ойдың жүйелі, еркін, ашық жеткізілуі. Үшінші: жазған мәтіні қызықты, шынайы, нақты, өзекті ақпараттармен қамтылуы керек. Мәтіннің тақырыбы оқырман қызығып оқитындай тартымды болғаны дұрыс. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз бостандығы және журналист. Сабағымыздың мақсаты журналистердің сөз бостандығы жайлы түсінік қалыптастыру, сөз бостандығы туралы мағлұмат беру. Сөз бостандығы ақпарат бостандығы атты атау алған барынша жалпы құқықтың құрамдас бөлігінен тұратын азаматтың саяси құқықтары мен адамның негізгі жеке құқықтарының бірі. Өзінің пікірін, ойларын жария түрде ауызша, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жазбаша білдіру. Демократиялық елдердің заңнамасы мен сот тәжірибесі сөз бостандығын теріс пайдаланушылыққа жол бермеу мақсатымен оны шектеудің жүйесін жасап шықты. Атап айтқанда, әлемнің көптеген мемлекеттерінде сөз бостандығын заңды билікті күштеп кетіруге, мемлекетті құпияны жариялауға, қылмыс жасауға арандатуға, ұлттық, нәсілдік, діни және басқа араздасуды тоқтату үшін пайдалануға, басқа адамдарды қорлау және оларға жала жабу үшін пайдалануға, қоғамдық мораль мен адамгершілікке қастандық жасау құралы ретінде пайдалануға тыйым салады. Оқушылар тыңдалған ақпаратты қорыта отырып, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Журналист қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді айтуға құқылы, бірақ ата заңда цензураға тыйым салынғаны дұрыс па тақырыбында дискуссивті келісу-келіспеу эссесін жазыңыз. Енді цензура сөзіне анықтама беретін болса, цензура латын тілінен бағалаймын, пікір айтамын деген сөзінен алынған. Баспасөзді басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекеттік қадағалау немесе белгілі бір қоғамдық бірлестіктердің қадағалауын жүзеге асырушы субъект. Ол цензураны жүзеге асырушы субъектілердің талап етумен жарыққа шығаруға дайындалған хабарлар мен материалдарды алдын ала келісу үшін іске асырылады. Алдарыңызда дескриптор берілген, тақырыпты ашады, эссе құрылымын сақтайды, өз көзқарасын дәлелмен, фактімен жеткізеді, орфографиялық, пунктуациялық нормаға сай жазады. Жарайсыздар оқушылар, дескрипторға сай көз қарастарыңызды дәлелдеп, жүйелі, дискуссивті эссе жазғандарыңызға сенімдімін. Олай болса, ұсынылған бейне жазбаға назар аударыңыз.
Сот процесі ашық өтсе, журналист кез келген тарапты аудио-видео жазбаға түсіруіне болады. Бұл бұқаралық ақпарат құралдарының заңында көрсетілген норматив. Құжатқа енген осы сынды толықтырулар мен өзгерістер әділ сөз халықаралық қоры ұйымдастырған тренингте адвокаттар мен журналистердің талқысына түсті. Журналист материал дайындау барысында көптеген кедергіге тап болады. Солардың бірі сот барысындағы адвокаттар. Олар өзін жалдаған тараптың құқығын қорғайды, ал журналист істің мән жайын анық біліп, объективті ақпарат таратуды көздейді. Заңға енген жаңа өзгеріс ашық сот процесіндегі барлық тарапта қарсылық білдірсе де, фото-видеоға жазуға толық мүмкіндік беріп отыр. Целью, чтобы и адвокаты, и журналисты. Бұқаралық ақпарат құралдар туралы заңда бұған дейін сот процесі ашық өтсе де, егер судья өзін не прокурорда немесе екі тараптың шағымы негізінде бейне жазба жасауына қарсы болса, түсіре алмайтын еді. Бұдан былай процесс ашық өтсе, кез келген тарапта аудио, бейне, жазба мен фотоға түсіруге құқылы. Бұл заңмен реттеліп отыр. Қазақстанда тәуелсіз журналистердің жұмысына кедергі көп. Әділ сөз халықаралық қоры келтірген деректерге қарасақ, 2000-2019 жылдары тілшілер жұмысына кедергі келтіру бойынша 820 факт тіркелген. Бақ өкілдері полицияға 37 рет, прокуратураға 4 рет, жоғары инстанцияларға 13 рет шағым түсірген. Сотқа 2 журналист шағымданыпты. В самом судебном процессе все равно журналисту... Заң жүзінде журналистер қорғалғанымен, іс жүзінде тілшілер қорғансыз. Сол себепті де бүгінгі тренинг арнайы журналистер мен адвокаттарға арналып отыр. Оларға нақты өмірден алынған қайшылықтар мен сот процесінің кейстерді талдауға мүмкіндік беріп отырмыз. Журналистер қауымы 4-ші билік атанғанымен, оның әлі күнге дейін арнайы мәртебесі анықталмаған. Сондықтан әділ сөз ұйымдастырған отырысқа қатысқан журналшы қауым осы мәселені де көтерді. Білікті мамандар әлеуметтік желіде де көп таралып жатқан жеке бастың дауына қатысты ақпараттан аулақ болу үшін түрлі суреттер мен дүдәмәл фактілерді жариялаудан аулақ болуға шақырды. Райбек Бақытжанқызы, Әли Мәлік, Бақыт Байларов, жаңалықтар. Көрсетілген бейне жазба негізінде ақпараттарды жинақтай отырып, серпантин әдісі бойынша ойыңызды 4 сөйлеммен жазыңыз. Менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Тақырып бойынша дескрипторлар ойын жүйелі жазады, себебін түсіндіреді, факты мысалдармен дәлелдейді, қорытынды шешім шығарады. Жарайсыздар оқушылар, сіздердің түрлі жауаптарыңыз мені қуантты. Олай болса, оқушылар бүгінгі сабақтың қорытындысы ретінде мұғалімге хат рефлексия арқылы кері байланыс орнатайық. Маған ұнағаны менің ұсынысым. Яғни, оқушылар бүгінгі сабақтан қандай тапсырма және қандай оқу әрекеті ұнады. Сондай-ақ мұғалімге қандай пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңыз бар. Осы жайлы кері байланыс күтемін. Оқушылар бүгінгі сабақта сөз бостандығы және журналист тақырыбымен таныс болдыңыздар. Ендеше сабағымыз аяқталды. Зейін қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.